Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін талшын өте жұмсақ, үлпілдек, той жиындарға да жасауға болатын бауырсақ пен шелпектің жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Егер сіздер осы рецептпен бір рет жасап көрсеңіздер, келесі жолда осы рецептпен жасайтын боласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм жылы суымызды құйып аламыз. Үстінен бөлме температурасындағы сүтімізді қосатын боламыз. Осылай аз мөлшерде қосып жасасаңыздар болады. Үстінен сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майдың орнына сары майды ерітіп қосуға да болады. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. 1 ас қасық қант саламыз. Қантты тәтті дәм беру үшін әрі күтірлік болу үшін қосатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, 1 шай қасық ашытқымызды салатын боламыз. Ашытқының мерзімі өтіп кетпеген, сапалы болғаны дұрыс. Сонда бауырсақтарымыз үлпілдек, жақсы көтерілетін болады. Осылай жақсылап араластырып, үстінен 1 жұмыртқамызды араластыратын боламыз. Осы уақыт аралығында ұнымыз електен өтіп дайын болып тұру қажет. Осылай ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп отырып, осылай жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Бірден салып жібермейміз қамырымызды. Осылай аз-аз бөліктен салып отырып, қамыр илейтін боламыз. Енді міне үстінен 2-ші бөлік ұнымызды салып, арасында ешқандай іртік қалып кетпейтіндей 1 келкі қамырымызды илеп алатын боламыз. Осылай қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр шығады. Үстінен ең соңында сұйық майды құйып, осылай арасындағы іртіктерін жазып алатын боламыз. Негізі бауырсақтарыңыздың жақсы көтерілуі ашытқы дрожжға байланысты. Сапалы, мерзім өтпеген дрожж қосқандарыңыз дұрыс. Осылай үстін жауып 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қалдыратын боламыз. 1,5 сағат өткеннен кейін осылай ашып қарап 1-2 қолмен басып қоюға болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығатын болады. Үлпілдек болып, енді осыны бөліктерге бөліп алатын боламыз. Осылай бауырсақтығын үлкен көлемде етіп, дөңгелекше етіп аламыз. Ал кіші шелпектерімізді осылай кіші етіп, дөңгелектеп барлығын дайындап қоятын боламыз. Үстінен қаясып қалмас үшін орамалмен жауып қалдырамыз. Ең бірінші бауырсақтың қамырын жаятын боламыз. Астына ұнымызды аз ғана сеуіп, осылай оқтаудың көмегімен шетінен бастап отырып, ортасына дейін осылай ортасын шетінен алып жая беретін боламыз. Сонда қалың болып, ала болып шығып қалмайтын болады. Қатты жұқада емес, қатты қалыңда емес, орташа жұқалықты жаятын боламыз. Енді үстінен осылай стаканның көмегімен немесе арнайы бауырсаққа арналған формалармен кесіп алсаңыздар болады. Немесе арнайы кескішпен, пышақпен 4 бұрышты етіп кесіп жасай берсеңіздер болады. Асты жабысып қалмас үшін мата дастарханға қойып қоямыз, және қаясып қалмас үшін үстінен орамалмен жауып қойсаңыздар да болады. Мен барлығын осылай кесіп алдым. Енді қызып тұрған майда отымызды қатты жылдамдыққа қойып, ең бірінші басында қатты жылдамдыққа қойып, бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Одан соң қатты қызғаннан кейін оттың астын баяулатып, орташа жылдамдыққа қойып пісіре берсеңіздер де болады. Міне біздің бауырсақтарымыз осылай пісіп шықты. Арасын ашып қоятын боламыз. Осылай астына мата дастархан қойып, немесе орамал қойып осылай жасап қойсаңыздар да болады. Міне үлпілдек болып, өте керемет болып шықты, жұмсақ. Міне осылай шелпектеріміз бен бауырсақтарымыздың барлығы пісіп дайын, сөзсіз керемет, үлпілдек жұмсақ болып шықты. Той жиындарға осы рецептпен жасасаңыздар өте керемет болып шығатын болады. Сіздер де қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олар да осы рецептпен жасап, сіздерге алғысын білдіреді деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған талшын.